Зауыт іске қосылғанына 1 жыл болды. Осы уақыттағы негізгі нәтижелеріңіз қандай? 25 жылдың апрель айында мен заводты жеткізілу басталды. Июнь айында мен заводты қосқам, 28 июньде. Сезон аяғына жұмыс жасадық. Нәтиже жақсы. Завод, мен бұрында да сіздердің компанияларыңыздың заводымен жұмыс жасағам, бірақ арендада болғам. Оған қарағанда завод қазір жетілдірілген, дамытылған. Заводтың нақты өнімділігі бастапқы жоспарға сәйкес келді ме? Менің алған заводым RD 105, яғни сағатына 105 тонналық завод. Өзінің талабына сәйкес келіп тұр. 100 тонна сағатына шығарып тұр. Мен әрмен қарай оны не істеген жоқпын. Қинамады. Мен сол мүмкіндігінде 100 тонна уақыт өзінің несіне ойланбай беріп тұр. Жаңа заводтың шығатын өнімнің сапасы жақсарды ма? Өнімнің сапасы жақсарды деп айтуға, өткен себебі да жаңа завод болғаннан кейін ситаларының барлығы әлі ондай тозбаған. Сол себепті біздер жаңа ұлттық сапа несімен подбор смесі дейді ғой. Біз жасап аламыз жаңа асфальттың құрамын. Сол талапқа сай келіп тұр. Сапасы жөнінен жақсы. 1 жыл ішінде біздің сервистік және техникалық қызметті қалай бағалайсыз? Жағдайлар болды. Нелері жасамай қалды. Соленоидтар мен сұратқан кезде, бүгін түстен кейін сұратсам, мен таңдамаған келіп болды. Және тағы да бір не болды, материалды жеткізуші конвейерный лента. Сол өзінің несінен, осінен шығып кетіп, қисық. Оны да айтқам, келіп сіздің адамдарыңыз осы ЛДК-дың келіп жасап беріп кетті бір күннің ішінде. Сервистік қызметке жақсы деп баға бере аламын. Демек, сервистік қызмет тез арада өзінің жұмысын орындап? Тез арада орындап тұр. Жалпы сіздердің құралды жеткізіп беруге сервистік қызметке мен өте қанағаттанарлық деп баға бере аламын. Көңілімнен шықты. Қайтадан завод таңдау керек болса, нені басқаша істер едіңіз? Ешқандай ондай басқаша істейтін нәрсе көріп тұрмын. Қайтадан завод таңдау керек болса, осы ЛДК-ды таңдар едім. Және өзімнің айналамдағы таныстарыма, достарыма осы заводтан алуды ұсынар едім. Осы ЛДК-ды таңдаңыздар деп. Енді заводтың біріншіден жаңа жауап бергендей жұмыс сапасы жақсы. Және жаңа сервистік қызмет керек құрал қажеттілік болған жағдайда уақытында жеткізіп беріп отыр. Және жаңа айттым ғой, конвейерный лента шамалы осінен қисық жұмыс жасады. Оны айттым, оған да келіп жасап беріп кетті. Жалпы ЛДК-ға ешқандай айтатын не жоқ, уәж жоқ.